Жаз бойы дастарханыңыздан түспейтін, көп қаражатта кетпейтін, дастарханыңыздың сәнін ашатын, сырты қытырлақ, ішінде начинкамен осындай баклажаннан өте дәмді роллы дайындаймыз. Алдымен баклажандарды осылай жұқалап барлығын турап аламыз. Менде 2 баклажан және жұмыртқаға тұз салып араластырамыз. Енді бізге сыртына, яғни сухари керек болады. Менде осындай корей панко деген сухаридың сары түрі, ақ түрінде қолдана берсеңіздер болады. Бөлегі тұсқа салып аламыз. Енді жаңа баклажанның тек қана бір жақ бетін ғана жұмыртқаға малып, одан сухариға аунататын боламыз. Екінші бетіне ешқандай сол күймен тұра беретін болады. Енді пергамент төселген қағазға жаңа сухари батырылған жағын жоғары қаратып, қызып тұрған пеште 15-20 минуттай, яғни пісіріп аламыз. Қатты тұру керек. Енді бізге арасына начинкаға салатын ристімізді дайындап аламыз турап, одан қызанақтарымызды ұзыншалап тураймыз, және бізге қаймақ